Бәріне сәлем оқушылар, қалайсыңдар? Бүгін сендермен Excel кітабының 82-ші бетіндегі Expressing Sympathy тақырыбын талқылайтын боламыз. Яғни симпатия көрсету деген тақырып. Сонымен бірінші тапсырманы бастамас бұрын мына жердегі check this word'ты алайық. Oh dear деген сөз, енді ол ойпырмай, әттеген-ай, қабай немесе ой қымбаттым деген сөз. О милая деген орысша сөз бар ғой, сол секілді сөз. Wander қыдыру, мақсатсыз жүру. Rambling гүріл, күркіреу дыбысы. Minor шағын, болмашы, әлсіз. Get shock шошып кету, қатты қорқу. Енді exercise 1-ге келдік. Бірінші тапсырмада сендерге айтады. Listen and repeat дейді. Мынаны жай ғана оқып, қайтала дейді. Екіншісінде the sentence are from dialogue between two friends. Which natural disaster are they talking about? Listen and check their answer дейді. Бірейді жалпы мына сөздерді айтып, жай ғана қайталауымыз керек. Мен сендерге бірден аудармасын жазып бердім. Және де мына диалогты оқып, олар не туралы айтып жатыр екен дейді. Оның жауабын мен мына жерге жазып қойдым. Бастадық. You will never guess what happened. Не болғанын ешқашан таппайсың. What happened? Не болды? Where were you at time? Сол кезде қайда болдың? Oh my goodness. Ол құдайым-ай. Did anyone hurt? Біреу жарақат алды ма? I can imagine. Елестетіп тұрмын. Екінші тапсырмаға мына диалогты оқы дейді. Where was Asel when the earthquake started? How did she feel? Яғни Асел землетрясение басталғанда қайда болған? Ол өзін қалай сезінді дейді. Бастадық. Where was Asel when the earthquake started? She was wandering around the market. Яғни ол просто жүрген еді базардың айналасында дейді. How did she feel? She felt shocked, scared. Ол қалай сезінді өз-өзін? Ол шокта болды және қорықты еді. Мен саған диалогтың аудармасын жазып аударып бердім. Бірге оқып аударып көрейік. Сәлем Асел, демалысың жақсы өтті ме? Сәлем Демир, я керемет өтті. Бірақ не болған? Сен ешқашан таппайсың. Не болды? Мен Алматыда болдым. Жер сілкінісі болды. Ойпырмай. Сол кезде ойпырмай деген. Сол кезде қайда болдың? Мен базарда қыдырып жүргенмін, кенет гүріл естілді. Жер сілкіне бастады. О құдайым-ай, сосын не болды? Мен айғайлай бастадым. Бірнеше секундтан кейін бәрі бітті. Біреу жарақат алды ма? Жоқ, әлсіз жер сілкінісі болды, зиян болған жоқ. Бірақ мен қатты шошыдым. Елестетіп тұрмын. Енді үшінші тапсырмаға келдік. Үшінші тапсырмада сендерге айтады. Find the sentence in the dialogue which mean I was really surprised. Мен шынымен таң қалдым деген сөзде I got it shocked болады. Was anyone injured? Біреу жарақат алды ма? Did anyone get hurt? I had an enjoyable time. Менде керемет уақыт болды. It was great time. I know what you mean. Сен не айтқаныңды біліп тұрмын, мен елестетіп тұрмын деген жауаптар болады. Балалар, каналға тіркеліңдер, комментарийге рахмет деп жазыңдар. Ары қарай кеттік. Төртінші тапсырмада жауап жазылмайды. Жай ғана listen to dialogue болады. Оның орнына мен сендерге мынаны оқып аударып берейін. What happened? Не болды? Did anyone get hurt? Жарақат алды ма? While I was, мен ол кезде I heard, мен естідім. I started, мен басладым. Sympathy, яғни симпатияны көрсету. Oh dear, ойпырмай-ай. Oh my goodness, о құдайым. Poor you деген адай мағынада ғой балалар. Кедейім сол емес, жаным-ау сол деген сияқты мағынасында ғой. Ары қарай. Енді бесінші тапсырмаға келдік. Өзіңнің басыңнан өткен немесе қиялдаған ситуациядан бір осындай ұқсас диалог жасау керек. Бастадық. Дамир френдтің орнына өзіңнің досыңды, Дамирдің орнына өз есіміңді, френдтің орнына басқа бір адамның атын жазасын. Бастадық. Hi, did you have a nice holiday? Сенде жақсы демалыс болды ма? Yes, but something scary happened. Я, бірақ қорқынышты бір нәрсе орын алды. What happened? Не болды? I experienced a hurricane. Мен яғни ураганды көрдім дейді. Мен ураганда болдым дейді. Oh dear, құдайым-ай, where were you? Сен қайда болдың? I was in a hotel near the beach. Мен жағажай қонақ үйінде едім.
Strong wind started blowing. Күшті жел басталып кетті. Did anyone get hurt? Біреу жарақат алды ма? No, but I got a shock. Жоқ, бірақ мен қорықтым. I can imagine. Елестетіп тұрмын деген, иә? Түсінікті ма? Яғни sympathy деген I can imagine. Мен елестетіп тұрмын. Oh dear, ойбай қымбаттым ай деген секілді сөздерді біз осы sympathy-сіңді қолданамыз. Балалар, сабағымызға каналға тіркеліңдер, комментарийге рахмет деп жазыңдар. Себебі мына жақта жаңа видеолар өте көп болады, және де видеоны тек қана каналға тіркелгендерге көрсететін етіп қоямын. Goodbye, have a nice day.